Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы 47-ші сабақ. Бүгінгі сабақты көруден алдын менің каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз түбір мен қосымшаның жазылуы. Түбір және қосымша жайлы айтатын боламыз. Бүгінгі бірінші жаттығуымыз 36-ші жаттығу. Өлеңді тыңда. Түн. Ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгіп балбырап, жым-жыртыққа ұласты. Бізде үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнасақ та күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тезақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынның түсімізде барамыз. Рахат Наурызбаева. Өлең неліктен түн деп аталған? Балалар түнде неге әткеншек теппейді? Түн мезгілін күндізгі уақытпен салыстыр дейді. Түн және бір күнде түн және түн, күндіз және түн болады. Күндіз дегеніміз барлық жұмыстар, әрекеттер істелінеді күндіз күндер. Ал түнде ол демалу, ұйықтау үшін берілген. Түнгі мезгілде ойнауға болмайды балаларға. Түнде мезгілінде балаларға әртүрлі жын-перілер болуы мүмкін, түндегі әртүрлі аң-құстар әсер етуі мүмкін, олар бізге зиян тигізеді. Түнде тыныс алып, барлық күндіз жұмыс істегендерімізде демалып жатуымыз қажет. Түнгі уақытты демалу үшін берілген. Түсімізде барамыз деген, жақсы жайлы түстер көріп, жатып ұйықтаймыз деген мағынада. Түн мезгілін күндізгі уақытпен салыстыр дейді. Күндізгі уақыт ол басқа уақыт, мысалы түнгі уақыт деген басқа. Күндіздің өзінің жұмыстары бар. Мысалы күндіз уақытта түнгі уақыттағыдай ұйықтай алмайсың. Мысалы түнде жақсы ұйықтайсың. Түн ұйықтау демалу үшін берілген. Келесі 37-ші жаттығу. Мәтінді қатесіз әрі көркем жаз. Күндіз күн шығады, о айналаға нұрын шашады. Жер беті жап-жарық болады. Күндіз күн шығады, ол айналаға нұрын шашады, жер беті жап-жарық болады. Күндізгі уақыт жарық уақыт, барлық жұмысқа да қолайлы, оқуға да қолайлы. Сондықтан барлығы күндіз әрекет етеді. Келесі 38-ші жаттығу. Пішіндерді сәйкестендіріп, өлең құрап жаз дейді. Мысалы, бірінші ирелек мынау түске бөкеннің лағы деген сөз келеді. Үш бұрышқа көреген қырағы, елеңдеп құлағы, еліріп тұрады деп жазыластырып алар. Біріншісі бөкеннің лағы, көреген қырағы, елеңдеп құлағы, еліріп тұрады дейді. Жазған өлеңді қарамен берілген сөздің түбірін тап дейді. Бұл жерде қарамен жазылған сөз құлағы және лағы деген. Бұл жерде құлағы және лағы деген сөз. Түбір сөз жазамыз. Құлағы, құлақ, енді құлағы болады. Түбір сөз қарпы өзгеріп жатыр, ғарпіне. Жалғау жалғанғаннан кейін. Осылай жазып қойсыздар болар. Құлағы, құлақ деп. Ал келесі лағы деген сөз. Лағы деген сөзде лақ дейміз, және жалғау жалған кезде, әрпі жалған кезде ғаға айналып кетеді қарпы түбір сөзіміз. Лақ, лағы деген болады. Бұл жерде түбір сөз мынау. Ал мына жерде құлағы, ға, әрпі жалған кезде өзгереді. Мына жерде түбір сөз лақ деген сөз. Келесі ребусты шеш. 39-ші жаттығу. Ара, қара, шаңна деген сөзде соңдан мен арпына сасақ ша болады. Қараша, қазіргі ай қараша айы. Күз мезгілінің қараша айы. Қараша деген сөз шығады екен. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.